Балқаш тас жолы. Арнайы келдік, себебі бұл жолдың құрылысы қашан бітеді, сапасы қалай салынып жатыр. Бүгін осыны тексермекпіз. Бұл тексердік бағдарламасы мен Ақбөпе Тәңірберген. Балқаш пен Қарағандының арасындағы жолдың аяқталуын күтіп жүрген азаматтар көп. Ең нашар жолдың бірі болды біздің елімізде. Қазір жағдай қалай? Бұрынғы жолдың санаты үшінші техникалық санат болып саналатын, екі жолақты болып. Осы жобаның арқасында бұны бірінші техникалық санаттағы автомобиль жолына ауыстырудамыз. Бұл яғни 4 полосаға дейін ұзартылатын болады, кеңейтіледі бұл жол. Биыл енді осы маусым айынан бастап қайта жаңданды. Ең басында техника бізде 158 ғана арнайы техника болды. Қазіргі таңда 583 техника үшін ұлғайттық бұның көлемін техниканы. Адамдарды сол қалпы 200-дей адамдай болды. Қазір 987 адам қызмет етуде. Осы жоба аясында 45 үлкен жол өткелі деп айтады. Бізде оның 32-сі жаңағы мына өздеріңіз көріп тұрғандай ауыл шаруашылық техникасы өтетін осындай көпірлер салынды. Фермерлер, шаруа қожашылықтар бар. Ол жерлерде істейтін косинсо тракторлардың өтуіне жолды кесіп өтпей, жолдың астан қауіпсіздік жағынан осындайдың 32-сі жобада қарастырылған. Қарағанды Балқаш жолының 4 участоктарын суподрядчик болып жұмыс істеп жатырмыз. Ал сапа қандай? Қандай жол салып жатсыздар? Сапа жақсы, Қазақстанның көп жерінде біз жұмыс салып жатырмыз қазір. Ақтөбе облысында, Атырау, Алматы жақта, сосын Балқаш Бурылбайтайда жұмыс істеп жатырмыз. Сосын Қызылордада 6 жыл жұмыс істедік. Көп жерде жұмыс істедік, енді жасаған. Қазақстанға келгеніңізге қанша болды өзіңіздің? 18 жыл. 18 жыл бойы Қазақстанның жолдарын салуға тікелей атсалысып жүрген азамат Әли мырза. Ол бұрын салған жолдарыңызбен де мақтанасыз ба? Иә, конечно. Осында келдіңіз, отбасын құрыпсыз, е? Иә. Келіншегіңіз Арғынның қызы ма? Дулат. Дулат? Дулаттардың күйеу баласы міне Қазақстанға келіп жол салып жүр. Қазір бас мердігер Қытай Халық Республикасының компаниясы осыған дейін консорциум болған қазақстандық компания мен Қытай компаниясының арасында. Ол енді балықтарға жағдайлар бар, материалдардың күрт қымбаттауы бар және жалпы жұмысты жақсы ұйымдастыра алмағандықтан консорциум шарттарын біз қарастырып Қазавтожол тарапынан қазір Қарағанды Балқаш бойынша тек бас мердігер болып Қытай Халық Республикасының компаниясы жұмысты жалғастырады. Қытайлық компания салып жатыр. Мердігерлер міне түріктер көріп тұрмыз, е? Енді біріншіден 4-ші участке дейін осы түрік компаниясы суп мердігерлері ретінде айналысады. Бұл жалпы ситикпен келісімшартқа тұрған мекеме. Жол салып жатқан қытайлар мен түріктер қазақтар ше? Қазақтар енді мен сіздерге айтайын. Бұл жерде инженерин технический жұмыскерлер, техникалық жұмыскерлер, жоғары дәрежелі. Бұлар шетелдік те бар, қазақстандық та бар. Бұл жерде 90% осы 987 адамның 90% ол жергілікті азаматтар. Бұл яғни жұмыскерлер, жол мастері, прораб, бәрі осы Қарағанды Балқаштың шаң, сондай өт. Әрине ондай проблемалар бар. Болды проблемалар. 2020 жылы мысалы айтатын болсақ, 78 айналма жол болды. Жалпы ұзындығы 148 шақырымды құрады. Сонымен қарасақ енді Қарағанды Балқаш 363 болатын болса, соның жартысы объездной жолдар болды, айналма жолдар. Қазіргі таңда айналма жолдардың жалпы ұзындығы 9 шақырымнан аспайды. Жылдың соңына дейін бары тартысқанша максималды түрде ашуға тырысамыз енді. Тырысамыз, нақты айтқан жоқсыз, ашамыз деп. Біз сол үшін жұмыс істеп, бәрін енді толықтап ашып мысалы онда уәде бере алмаймын, өйткені біз жұмысты кеш бастадық, өйткені келімші бұл жұмысты қайта біз жандандырдық осы тоқтаған. Өйткені сіздер күтпеген кедергілер туындап қалу әбден мүмкін. Өйткені қазіргі таңда мынандай проблемалар бар. Қазір күздігіні енді науқан басталады ғой, жер жұмыстан шаруа қожалықта егін орады. Қазір дизель отыны тапшы болуда бұл. Қазіргі күнде уже дизель тапшы. Өйткені біз мысалы Қарағанды Балқашта есептеп көрсек, бір күнде шамамен 80-нен 100 тоннаға дейін дизель жанармайын жағамыз. Бір күнде. Енді ол егер болмай қалса, ол әрине кедергі әкеледі. Қазір бағасы да аспандап кетті. Бағасы жоғарылады. Жоғарылаған өзінде, сол бағаның өзінде дизель отында болмай тұр қазір. Жалақыларыңыз қалай? Жақсы.
мың. 370 мың. Сіздің міндетіңізге не кіреді? Машинист оператор 4 жыл болды осы жерде жүргенімізге. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз алың. Жақсы, жалақыларыңыз қалай? Жақсы. Қанша теңге аласыз? Tenge mi? Ye. Bilmeyeyim, tenge düşünmedim hiç. Лирамен қанша аласыз? Lira değişiyor. 20, 18. 20, 18. Түркиядан келдіңіз ба? Türkiye'den gel. жол қабаты 4 қабаттан тұрады. Иә. Бірінші қабат міне Қиыршықтас. қиыршықтасы қоспа. Уже қиыршықтасы қоспа. Ірі, ұсақ араласқан бұл ең төменгі қабаты. Бұның қалыңдығы 30 сантиметрді құрайды. Қауыз сақталған қиыршықтас қабаты. Мынау бұл жерде кішіге бұған салсан жалпақ тілмен айтқан кезде мынаған салыстырғанда бұл жерде қалың тастардың жалпы мөлшері кішірек болады бұған Сақ болу керек. қарап. Сақтау болады. Бұл же 0 мен 40 аралығында, миллиметрдің аралығында. Бұл жерге бұл қабаттың жоғары қабаты болып саналады. Бұның қалыңдығы 21 сантиметрден тұрады. Бұл жерге қиыршықтастан бөлек цемент қосылады 4%, және 16% күл қосылады, тетістаға алынған. Бұл жерде бізде бұл технология бізде көп қолданылады, өйткені біздің Қарағанды облысы жаңағы өндірістік қалдықтарды біз қолдануға міндеттіміз. Ең қызығы бізге асфальт. Асфальт. Одан кейін бізде жоба бойынша 2 қабатты асфальт болады. Мынаның қалыңдығы жоба бойынша 10 сантиметрді Бұл құрайды. бірінші қабат қана қойсырым, е? Иә, бірінші қабат. Осының бәрін бітіргеннен кейін 5 сантиметр щебеночно-мастичный асфальт бетон 5 сантиметрден тұратын асфальт салынатын болады. Айналма жолдың бәрін биыл жабасыздар ма? Биыл Алла қаласа жабамыз. Биыл қар түскенше бұл жолда толық қозғалыс беріледі ғой. Қазіргі таңда 260 шақырымды қозғалыс беріп тұр. Соның 9 шақырымы айналма жолдар болса, қалған 100-ге жуық шақырым ол ескі жолмен жүріп жатыр. Битумсызда тұрып қалған күндер болды. Осы биыл айтсамыз бір 10 күндей битум болмағандықтан тұрып қалған. Қазіргі жағдай енді күз келе жатыр. Дизель жанар жағылмай жаңағы бізде тапшылыққа әкеліп отырады. Бұл өндірістік база болып есептеледі, өндірістік алаң. Бұл жерде мердігерлер өзінің жаңағы мына жерде офисі бар, өндірістік техникалық бөлім, жаңа құжаттар дайындайтын, мына екеуі тұрған жатақхана, асфальтобетон заводы тұр. Бұл енді Германияның өндірісі. Ол қазір сағатына 240 тонна асфальт шығаруға мүмкіндігі бар. Осында демаласыздар ғой, е? Иә. Жүріңіз көрейік. Душы, дәретханасы, тіпті киім үтіктейтін мынадай үтіктері де бар. Сізде холодильник бар? Ауыр жұмыс істеп шаршап келгеннен кейін дұрыстап демалу. Иә, барлық условия бар. Столовый да бар, питание 3-3 мезгіл береді. Мына таудың арасын тесіп өтуге қанша уақыт кетті? Осы 3 жылдай уақыт кетті. Енді бұл жерде 350 мың кубтай тас шығарылды мына кезден. Жару жұмысы, потом және одан кейін шығарады. Көптеген техника жұмылдырылған болатын осы жерде. 2023 жылдың желтоқсан айында әбден Бітіруге мүмкін, егер материалдық жағынан проблемалар болмайды. Битум тапшылығы, жаңағы дизель отын тапшылығы, адамдар уақытылы келетін болса, проблема болмайды деп ойлаймын. Энергетика министрлігі тамаша жұмыс істесе, сіздер де уақытында аяқтайсыздар деп. Енді біз тұтынушымыз, жаңағы біз оны пайдаланатын, енді әркім бұл дизель отын тек қана жолшылар емес қой. Көптеген салалар қолданады, сол себепті енді өздеріне бір түйін жасайды деп ойлаймыз енді. Жоспарға сәйкес белгіленгендіктен 2023 жылдың аяғы болады. Битум жетпей қалса, битум болмай қалса, жағармай болмай Мәселен қалса. қараңыз, қазірдің өзінде битумның мәселесі қазірдің өзінде де туындап жатыр. Бірақ біздер осы күні кеше ақпарат берген болатынбыз. Былтыр битум жетпей кейбір жаңағы мердігер ұйымдар құрып қалды. Неліктен? Себебі битумның бағасы күрт өсіп кетті. Бір тоннасы 250 мың теңге болды. Соны осы жылы біздер болдырмау үшін битумның бағасын ПСД дейді, проектно-сметная документация, проектно-сметная жаңағы құжаттамаға сәйкес бағасын түсіріп, жаңа механизм ойладық. Ол механизм келесіде мердігер ұйым зауыттан тікелей битумды сатып алады. Сонда битумның бағасы сол 80, бір тонна үшін 80-120 мың теңге болып қала береді. Себебі мердігер ұйымдар тікелей ала алған жоқ. Арада
алып сатар. Иә. Енді алып сатар, алып сатар жоқ. Алып сатар жоқ. Қазір иә, мердігер ұйым барады да жаңағы битум өндіретін зауыттан тікелей барып алады. 2023 жылдың желтоқсанында бұл жердегі құрылыс толыққанды аяқталуы тиіс, егер ешқандай кедергі болмаса.